Қол жетімді баспанада ыстық суға қолымыз жетпей отыр. Бүгін Алматыдағы Алғабас 6 ықшамауданының тұрғындары осылай деп дабыл қақты. Айтуларынша баспаналарында жылыту маусымы аяқталғаннан кейін ыстық су мүлдем тоқтатылған. Тіпті салынғанына 1 жыл болмаған үйдің қабырғалары жарылып, жер төлерін су басып жатқан көрінеді. Толығырақ тілші материалында. Мына екара 3 сантиметр. 3 сантиметр мына су, мына жер 20 минутте кепті ма? 15 неге өтірік айтасың? 15 күнде тартылды мына су. 15 күнде бай. Ана кісілер неге 20 минут деп айтасың? Сырттан сантехник әкеліп жалдап істетті. Мына шаң емес пе мынау? Мына шаң ба, шаң емес пе? Алматы тұрғын үй коммуналды шаруашылық кәсіпорны мен Алғабас 6 ықшамауданының тұрғындарының арасындағы келіспеушілік бірнеше айдан бері жалғасып келеді. Халық ыстық суға жарымадық. Коммуналды шаруашылық жұмысын жөнді атқармайды десе, кәсіпорын инженері сіздер бар суды дұрыс қолданбайсыздар деп тұрғындардың өздерін айыптайды. Проект, если не предусмотрено, неге береді жилой домда? Кішкене дұрыс айтпаған шығар. Жоқ, неге дұрыс? Міне бүткім халықтың көзінше айтып тұр. Келген су, сіздер қолданбағасын, ол суып тұр. Мүмкін емес. Біз қайта көреміз. Тұрғындар бұл 4 қабатты тұрғын үйге 2014 жылдың қыркүйек айында қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша қол жеткізіпті. Алайда басында бәрі керемет деп мақталған ғимарат бір қыста аяқтамай жатып шикіліктері көрініп қалды дейді. Еліміз деп бізге әдемілеп тапсырғасын қуанышымыз ұзаққа бармай отыр әлі. Ойнайтын жерімізде жоқ. Төбемізден су тамшылады. Мына астымыздан крисалар шығып жатыр. Ыстық су деген мәселесі масқара болып тұр. Мына отопление тоқтағалы ыстық суды да сөндіріп тастады. Енді елдердің барлығы жуынатын жер таппай жүр. Тұрғындардың жылыту маусымы өшірілгелі бері ыстық суға жарымай отырмыз деген сөздерін жергілікті шенділер де растап отыр. Елдердің наразылығы ыстық су жөнінде болып жатыр. Ыстық судың температурасы сәйкес келмейді. Сол сәйкес келмеген температурасын жөндеу жөнінде осыдан 1 жыл бұрын құрылыс басқармасына тапсырыс беріліп, олардың қазіргі жобалау жұмыстарында қарастырылған. Қосымша бұл жерде жаңағы насосный станция дейміз ғой, сол салыну керек. Сол насосный станция салынғанда жылу жүйесі мен ыстық су жүйесінің температурасы өзінің жаңағы нормасына сәйкес келеді. Тұрғындардың айтуынша, мына 4 қабатты тұрғын үйдің кілтін осыдан 8 ай бұрын қала әкімі Ахметжан Есімовтің өзі тапсырыпты. Алайда бұл жерде балалар ойнайтын алаң, жүріп тұратын қара жол, тіпті жуынатын ыстық суда жоқтың қасы. Нұрсұйы Жылқышбай, Дәурен Әбіш, Қазақ Ньюс, Алматы.